Фарида үйге келген кезде Назиба әкей, не болды қызым, Махир қайда дейді. Махирдің жұмыстары бар, мені Ясин әкеліп тастайды деп. Назиба әкей, саған не болды, өңің қуарып кетіпті, маған айтшы кәне деп сұрап жатады. Махир, Тұрғыт және Тахсин үшеуі Тұрғыт пен оның адамдары тұрған бөлмеге кіріп келеді. Тұрғыттың адамдарын байлап, ал Махир болса Тұрғытты алып кетеміз деп жатады. Ясин Кемалға Тұрғыттың құжаттарын беріп, Махир құжаттарды қайта алуға мәжбүр болды. Тұрғыт Фариданы ұрлап кетті. Қазір бәрі жақсы. Махир Тұрғытты іздеуге кетті дейді. Ал Кемал болса, қазір келемін, құжаттарды тиісті жеріне апарып тастайын дейді. Тұрғыттың адамдарын байлап, ол жерге полиция шақырады. Ал Махир Тұрғытты машинаға отырғыз, қазір кетеміз, оны заң орындарына өзіміз тапсырамыз дегенде, Орхан, олай болмайды, ол біздің анамыз бен жиенімізді өлтірді емес па, өзін де өлтіре салайық деп. Ал Махир болса, жоқ, олай істемейміз, мен Сейітті өлтіргенім үшін әлі күнге дейін өкініп келемін дейді. Бұның арам қанына қолымызды бұлғамайық деп. Оны заң орындарына тапсырайық, олар өз жазасын береді дейді. Орхан мен Тахсин полицияға Тұрғытты тапсыру үшін алып кетеді. Ал Махир үйіне кетеді. Онда Фарида күтіп отырған еді. Аднан прокурор Белгинге не тамақ, не су, ештеңе беруші болмаңдар дейді. Орхан Махирдің айтқандарын тыңдамай, жолда келе жатқанда Тахсинге қару кезеп, оны көліктен түсіріп жібереді. Тұрғытты өзім жазалаймын деп. Тұрғытқа қарап, сені оқиғаның басы басталған жерге апарамын, бәріне сабақ болсын дейді. Сөйтіп ол Сүлеймен прокурордың қайтыс болған кабинетіне апармақшы болып, Тұрғытты сол жерде өлтірмекші болады. Таңға жоқ Махир үйіне келіп, Тұрғытты Орхан мен Тахсин полицияға тапсыру үшін алып кетті дейді. Өзіміздің баламызбен ертерек қауышу үшін мен өз жазамды өтейін деп, ертесіне полицияға берілмекші болады. Фарида саған көмектесу үшін барлық қылмыстарыңды қайтадан көтеріп, қайтадан барлығын анықтап зерттеймін дейді. Учаске жанында Ясин мен Кемал таңға дейін Тұрғыт пен Орханды күтеді, бірақ олар келмегендіктен Кемал бір жағдайдың болғаны анық дейді. Тахсин келіп, Орханның Тұрғытты алып кеткенін айтады. Оны осы іс басталған жерге апарып өлтіремін деп айтты деп. Орхан Тұрғытты сот кеңсесіне әкеліп, осы жерде басталды, осы жерде бітеді дейді. Суна хабарласып, түнде не болды, барлығын маған айтып түсіндірші дейді. Махир полиция учаскесіне басып кіріпті ғой деп. Ал одан сорақысы қауіпсіздік төрағасының бастығы Селим мырзаны Белгин қаламмен өлтіре салыпты. Байғұс сол жерде ақ жан тәсілім етіпті дейді. Фарида, мен қазір сонда барып Белгиннен түсініктеме алам дейді. Ал Суна болса, қайда келесің, сен жұмыстан шықтың емес пе деп қалады. Орхан Тұрғытты марқұм бас прокурор Сүлейменнің кабинетіне әкеліп, оның басына қаруын кезейді. Махир сол уақытта асығыс сот кеңсесіне келе жатады, Орханды тоқтату үшін. Белгинді де прокурорға тергеу үшін әкеле жатады. Ариф Исмайлға жеңге сізбен ажыраспақшы дейді. Ал Исмайл болса, маған Илкнұрды шақырыңдар, егер келмесе күштеп әкеліңдер дейді. Орхан, сенің Сүлеймен прокурорда не шаруаң бар еді, оның мансабына қызықтың ба, оны өлтіріп болып, бізге неге жаптың деген кезде. Жазмыш шығар, таңдау сендерге түсіпті дейді Тұрғыт. Ал Орхан болса, біз бақытты отбасы едік, азды көпті кемшіліктеріміз бар еді. Мені де бұзақы едім, бірақ біз бақытты болатынбыз дейді. Сені өлтіремін деп, оны атайын деп жатқанда сырттан дыбыстар естіліп, Орхан сонда қараған кезде Тұрғыт Орханды ұрып жібереді де қару ұшып кетеді. Тұрғыт Орханға қарап, не болды, жаңа ғана сен мені өлтірмекші едің дейді. Адам өлтіру оңай шаруа емес. Батылдықпен бірге мида керек. Осының бәріне кінәлі сенің ағаң әр жерге тұмсығын тықпай тыныш жүргенде бұның бәрі болмас еді дейді. Ал Махир осы кезде өзінің іздеуде жүргеніне қарамастан марқұм прокурордың кабинетіне қарай Орхан деп жүгіріп келе жатады. Махир ішке есікті теуіп ашып кіргенде Тұрғыт атып қалады. Ал Орхан болса оқтан аман қалып қашып үлгереді. Оқ Орханның иығын жанап өтеді. Махир ішке кірген кезде Тұрғытты ұрып қолындағы қаруын лақтырып жібереді. Орханның жағдайын сұрағаннан кейін полиция келіп қалып, Махир Тұрғытты кепілдікке алып, бұны мен өзім полиция бөлімшесіне апарып тапсырамын, сендердің қолдарында болса қашып кетеді дейді. Жолда Сунаны көріп, Орхан жараланды, тез жедел жәрдем қызметіне хабарлас, Фаридаға да айт дейді де.
Тұрғытты көлігіне отырғызып, оны алып кетеді. Неждеттің адамдары Айтені бөлімшеге әкеліп, оны Неждетпен жолықтырады. Ал Неждет болса, саған біреу сумка әкеп берген шығар, ішіндегісін де көрген шығарсың дейді. Мен түрмеден шыққанша сол ақшалары мен қызымды қарайсын, түрмеден шыққан соң оны өзіме тапсырасын дейді. Осы істерімді орындамасаң, түрмеден шықпай жатып-ақ сені бауыздатамын деп Айтен қорыққаннан кетіп қалады. Ариф Илкнурға келіп, ағам сізді шақырып жатыр дегенде Илкнур бармаймын деп, Ариф ағамды білесіз ғой. Егер бармасаңыз күштеп апаруыма тура келеді деген кезде Илкнур сыртта күте тұр, қазір киініп шығайын деп кешке кіріп кетеді. Илкнур сыртқа шыға бергенде Бюленді көріп, Бюлен таңғалып қалады. Илкнур, сен қайтып келгенсің ба деп. Илкнур да, я қайтып келдім, бұл ұзақ әңгіме, мен асығып бара жатырмын, кетуім керек деп кетіп қалады. Белгинді Аднан прокурордың алдына келген кезде, мені қалай шығармақсың деп, ал Аднан прокурор, дардай қауіпсіздік қызметінің бастығын өлтірдің, енді не қалайсың дегенде, мені білесің, мен барлығын да жасаймын дейді. Айтен қызын Сонгүлге тастап, өзі вокзалға билет алуға келеді. Измирге күндізгі уақытқа билет жоқ болғандықтан түнгі 11-ге билет алады. Айтен үйге келгеннен кейін Сонгүл не болды дейді. Неждет не деп жатыр деп. Неждет сол баяғы қызымды алып қоямын деп қорқытып жатыр дейді. Мен одан қорықпаймын. Мен баяғы Айтен емеспін. Нұрсенге Измирге кетемін. Түнгі 11-де автобусым жүреді дейді. Сонгүл болса, енді де сен кетіп бара жатсың деп мұңайғанда, мұңайма, сенде Осман бар емес пе дейді. Фарида сот кеңсесіне келгенде сыртта тұрған Сунаны көріп, не болды, не қып тұрсың деп, Суна болған жайттың бәрін айтып береді. Орханға оқ тиіп жедел жәрдем алып кетті. Ал Махир Тұрғытты кепілге алып, өзім полицияға өткіземін деді де, оны да алып кетті дейді. Сен түсінбей, Назиба кейге келіп, Орхан жоқ, Махир жоқ, олар қайда деген кезде, Орхан Тұрғытты алып бөлімшеге апарудың орнына сот кеңсесіне алып кетіпті. Махир есте салысымен сонда кетті дейді. Сол кезде Исмет келіп, Орхан жараланыпты, қазір ауруханада екен деп, барлығы сонда қарай кетеді. Аднан Белгинге, мені еш нәрсеге араластырма, мен саған көмектесемін, менің әйелім 2 балам бар деп, ал Белгин болса, о балай дейді. Бар да, ана есік алдында тұрған полицейскийден құтыл дейді. Тұрғыт Махирға үйленіпсіңдер ғой, оның қасында бола алмасаң да оған үйлендің, ал Фариданың бір күні шыдамы таусылады да жаңа өмір бастайды деген кезде Махир жынданып Тұрғытқа үніңді өшір дейді. Фарида мен Суна Аднан прокурордың кабинетіне кірген кезде онда ешкім болмай шығады. Сол кезде Фарида қашып кетті. Аднан прокурор Белгинге қашуға көмектесті деп үшеулері шығып кетеді. Неждет прокурордың алдында, өзіме тағылған айыптардың ешқайсымен келіспеймін. Мен адал жолмен нан тауып отқан адамын, жақында ғана қызым дүниеге келді дейді. Бас прокурор Неждет Күнейді алдыңғы жасаған қылмыстары үшін және ауыр қылмыстары үшін дәлелдерді ала отырып, оны сотқа дейін қамауда ұстауға шешім шығарады. Фарида мен Суна прокурор Аднан және Белгинді барлық жерден іздеп, оларды таппағаннан кейін асхана есіне түсіп кетіп, сонда қарай жүреді. Асханаға барып есігін ашпақшы болғанда, іштен құлыптаулы тұрғанын көріп, есікті қаға бастайды. Ал іште Аднан прокурор Белгинді қашырып жіберуге дайындалып жатады. Назиба кейдер ауруханаға келген кезде алдынан Орхан шығып, жағдайым жақсы дейді. Ал Махир қайда дегенде, Махир Тұрғытты бөлімшеге алып кетті, өзім тапсырамын деп, Ясин, онда мен бөлімшеге қарай бара берейін деп, сонда кетіп қалады. Илкнур Исмаилға келіп, сен туралы шындықты білген кезде бірден ажырасуға бел байладым дейді. Құдайдан сенің күніге өліміңді тілеймін деп ұрсып кетіп қалады. Ал Исмаил болса, біздер ажыраспаймыз дегенде, мен сендердің қатарыңнан емеспін дейді. Исмаил сонда да мен ажырасуға көнбеймін дейді. Асхананың есігі жабық болғаннан кейін Фарида артқы есіктен келе жатады. Белгин қашып бара жатып, Аднан прокурордан күдіктенбесін деп, оны пышақпен жаралап кетеді. Белгин артқы есікпен шығып қашып бара жатқанда, алдынан Фарида шығып, екеуі тоқтап қалады. Белгин Фаридаға жолымнан бұлай тұр деп, ал Фарида болса кетпей тұрып алғандықтан, Белгин пышағын шығарып, жолымнан бұлай тұр, әйтпесе өлтіремін дейді. Жол бойы Тұрғыт Махирдің жынына тиетін сөздер айтып келеді. Сөйтіп рөлге жабысып, машинаға ие бола алмаған Махир бір тасқа кеп соғылып, машинадан Тұрғыт қашып шығады.
Махир Тұрғытты ұстап алады, ал Тұрғыт болса Махирға өзін аттыру үшін, яғни өлтіру үшін әртүрлі сөздер айтады. Мен сендердің отбасыларыңа қиянат жасадым, анаңды, жиеніңді өлтірдім дейді. Сөйтіп, ең соңында Айтенді зорлағанды айтқан кезде Махир өзіне ие бола алмай, қаруын Тұрғытқа кезейді. Сен адам емессің деп, оны өлтіруге бел буады. Тұрғыт Махирға шүріппені баста, мені өлтіре сал, әйтпесе өкінесің дейді. Сол кезде Махир оны атпақ болып, басына қаруын қадаған кезде кино бітіп қалады.